Так, достар, барлықтарыңызға сәлем. Жаңа влогымды көргеніме қуаныштымын сіздердің. Бүгін бізде понедельник. Негізінде бағана влогты бастау тренировкадан кейін есіме түскен болатын. Сосын қой, уже қаншасыншы влог сондай жерде басталып жатыр. Уже шынымен де стрём шығар дедім да. Қазір вот үйге келгеннен кейін душқа бара жатқан кезінде есіме түсті. Влогтарым всегда сондай тренировкада или душтан кейін басталады екен. Сол үшін бүгін осындай душтан дейін бастайыншы деп шештім. И мен алдыңғы влогта сіздерге весімді өлшей алмадым, білмей жүрмін, қанша там минус па, плюс па, өзгеріс бар ма, жоқ па деп айтқан болатынмын. И кеше мен наконец-то өзіме весы алдым. Мен что-то весыйым істемей қапты, менде весы болған кәдімгідей. И бүгін понедельник күні бағана ертең жұмысқа бара жатқан кезде мен весімді өлшедім. И менің мынау қуанышты түрімнен біліп тұрған шығарсыздар, что уже минустан бар екенім. Істеп жүргендердің барлығы бостан бос емес екендігім. Так вот, мындай весы алдым. Мен уже ашып қойдым пакетін істеп. Осындай цвет, осындай фирма, самый обычный магазинде бары. Бағасы да қымбат емес, 2,5 ба сондай. Короче, вот. И бағана ертеңсіменен весімді көргенде менде. Негізі мен весімді последний осы тренировканы бастағанда көргенмін, бірақ арасында ма осы көрдім да, и вообще ешқандай өзгеріс болмаған. Или ол кезде весы ештемені білмеймін, короче, ешқандай өзгеріс болмады, и менің настроением просто түсіп кеткен болатын. Короче, сол көргеннен, бағана көргенімде менде минус 1,8 килограмм, яғни 1 килограмм 8 грамм ба, қалай 800 грамм дегенде айырмашылық бар екен. Почти килограмм. Мен қатты қуаныштымын. Шынымен де прям настроением на весь день көтеріліп, істеп жүрген нәрсем барлығы бос емес екен түсініп, тренировкаға деген прям сондай күшті настроймен барып, прям күшті болды. Бүгінгі күнім. Шынымен де арасында весті тоже қарап бақылаған, ол тоже плюс. Осындай істеп жүрген нәрсенің результатын көру үшін, конечно, күнде емес, өйткені күнде жасаған ол дұрыс емес деп ойлаймын. Вот, сонымен қуаныптымын. Енді келесі тексеру осы влогтың соңына қарай, яғни пятница күні менде тексеру ойымда бар. Надеюсь, что тағы да килограмм болатын шығар деп ойлап тұрмын. Бір аптада 1 килограмм норм шығар менің ойымша. Сосын ертең еще мен Таразға кетіп бара жатырмын. Жиналысқа жұмысымнан. Қазір маған ертең жолға кететін ыңғайлы киім таңдау керек. Вот жиналысқа баратын кезде мен білмеймін қандай киім маған ыңғайлы. Өйткені жолға киетін киім бөлек ыңғайлы. Қазір еще курткамен отырасын, суық та машинада. Жиналысқа барғанда более нормально, презентабельный түрмен бару керек. Сол үшін кішкене қиындық туындатады осындай таңдау, қыста киім таңдау. Бізде жиналыс 3-те ертең обедке қарай шығамыз. Кстати, көбісі соңғы влогтарынан да, алдыңғы влогтардан да сұрайтын, жұмысын қандай болып жұмыс істейсің деп. Негізінде мен камерам жылжып жатыр. Негізінде мен влогтарымда жұмысым туралы көп айтпауға тырысамын, өйткені мен жұмысым блогыменен мүлдем қатысы жоқ, бірақ та енді влогым менің өмірім жайлы болғандықтан, обычный күндерім жайлы болғандықтан, жұмыстан келдім деген сөздер, конечно же, айтылады да, и көбісінде сондай сұрақта туындайды. Менің жұмысым почти мемлекеттік қызмет. Мемлекеттік қызметтің структурасының бөлшегі. Яғни мен спорт мектепте жұмыс жасаймын, кадр инспекторы болып, отдел кадр деп те біреулер айтады. Вот, просто білсеңіздер болды, блогқа енді ешқандай қатысы жоқ. Сол үшін қызық, творческий, сондай прям активный жұмыс емес. Просто қағаздармен кабинетте отырып жұмыс істейтін жұмыс, офиста отырып. Сол үшін көп айтылмайды, көп жұмыстан прям андай нелер жоқ. Көбісі сұрап қызыққан екен, сол үшін бөлесін деп шештім.
поэтому вот бөлісіп жатырмын. Ал енді қазір мен ертеңге киім дайындап, душқа түсіп, ертең күнге дайындалайын. Сіздерге бір архивный справка болмаса бір іздестіру талап етіп жатырсыздар, іздеп жатсыздар, қош жіберіңіздер. Достар, бізде чуда қар. Мен келдім. Вокзалдан түсіп, қазір такси ұстап жатырмын үйге дейін. Блин, капец, бізде күшті қар, білесіздер ме? Смотрите, блин. Кстати, мен еще түсінбеймін, что осы негізі декабрдағы алғашқы қар. Күзден бері бізде қар болған жоқ. Бірақ бұл жылдың алғашқы қары деп айтқанға мен келіспеймін. Өйткені 2025-тің алғашқы қары ол қаңтарда болып қойған. Мынау алғашқы қар емес. Үйге келіп душқа түсіп, мен набір жағыма қарап, жыным ұстап отыр. Алдыңғы влогта айттым ба айтпадым ба, бір расхламление жасаған кезінде мен жағымда дұрыстамай қойып қойған болатынмын. Соменен әлі тұр, уже 2 ай болды ма, сондай. Коланы ішіп жатырмын бүгін. Көп ішпеймін, білесіздер, кола просто бүгін жаңа жолдан мен кеш келдім. Кеш тамақ іштім бүгін. И сомен қорытуға маған кола керек. Мына жақта, короче, хламдар тұр. Түрлі хлам. Мынадан басқа. Мына жақта менде чехолдар, мынандай неше түрлі телефонның аксессуарлары, мына зарядкалар осында тұр. Ужасно көрінеді. Давайте-ка сіздерге чехолдарымды көрсетейін, қызық болсам. И мына жақта менде барлығы шашқа. Мына жақта шашқа. Мындай заколкалар, неше түрлі. Мына жақта отындай ватный диски тұрады. Мына жақта мына неше түрлі мынандай нелер. Бір күн осындай мен істегім келіп жатыр, шашымды өріп. Бір Алматыда жүргенде өрген болатынмын. Тағы да хочу осындай мен шашымды өргенге. И міне кейінақта неше түрлі сондай нелер тұр. Мына жақта мынау Балкан Таиландтан келгені. Осындай меніңше қызықты нәрсе. Мен білмеймін бұған не салатынымды. Кисточкалар салам деп ойлағаным. Мына жақта мен спонжигім. Мынаны мен Темудан заказ бергем. Сіздермен бірге анпакинг істегем. Мына жақта менің алтындарым тұратын шкатулкам. Мына жақта менің уходовый заттарым тұрған. Мынаны мен қазір мынандай крем бар екен. Новый тоже ашылмаған. Қазір өзіме қолданып көрсем ба деп тұрмын. Мынау мені күнделікті қолданатын екеуі почти бірдей. Соны көрейін. Бірақ кішкене айырмашылығы бар составында. Соны тексеріп көрейін деп жатырмын. Өйткені мен бар екен ұмытып кетіппін. Менде осындай кремнің мынау бітсем не алам деп жүрсем, менде бар екен. Соны қазір тексеріп көрем. Менде еще осындай 2 крем бар. Бірақ бұл екеуі де матовый эффект береді. Мінекей матирующая эмульсия деп тұр. Бұны екеуін мен хочу күн ысығанда, кішкене марттың аяғы сондайда хочу тексеруге. Өйткені қазір маған матирующий эффект керек емес, маған наоборот увлажнение керек. Вот сол үшін жыныма тиіп тұр. Мына жағым қалай көрінетінін. Енді расхламление жасаймын бұйырса жағын. Осы, наверное, демалыс күні. Сол кезде сіздермен бірге жинайтын боламын. Ол, наверное, енді келесі влогта шығар. Тоже қызық жазып кетіңіздер. Менде еще мына жақтан 2 суырмадам. Не очень. Сол қазір енді уходымды жасайын. Үйіме жеттім, наконец-то. Келе сала тамақ іштім, жаңа айтқанымдай, кеш іштім бүгіндікке. И вот душыма кіріп шығып, жақсы болып жеңілдеп қалып, уходымды жасайын деп жатырмын. Кеше, кстати, мен тоже кеш ұйықтадым. Кеше влогты айтып отқаннан кейін ұйықтай қалған жоқпын. Влог түсіріп біткеннен кейін осы кітабымды оқыған болатынмын. Где-то бір 80 ба, 90 ба бет оқыдым. И тағы да оқиын дедім, өйткені бітуіне мен азақ қалды бар ғой. Бірақ түнгі сағат уже 1:30 болып кетті. И мен білейін, ертең жолға шығуым керек, ұйықтап қаласың, қиналасың деп өзімді қинап, кітаптан прям жұлып алып ұйықтадым. Прям азақ қана қалды, 40 бет қана қалды. Сол үшін бұйырса ертең уже бітіреміз мына кітаппен. Шын айтайын, ладно, давайте ертең бітіргенде айтам бұл жайлы отзывты. Кстати, бізде жолда келетқанда жаңа көрдіңіздер, қар жауды. Шу үшін бұл күзден бері бірінші қар. Бірақ бағана айтқандай мен келіспеймін, когда осылай декабрда, ноябрда жауған қарды бірінші қар, первый снег, поздравляю дегендер түсінбеймін, потому что бұл первый снег емес. Первый снег бізде қаңтарда болып кеткен. Сол дұрыс мен ойымша 2025 жылдың первый снегі.
Так, не жағатынымды ұмытып қалдым. Блин, еще мен, кажется, старею. Блин, мен даже айнамды алмаппын ғой. Мен, кажется, старею. Кажется емес, шынымен қартайып жатырмын. Өйткені бұрында мен жолдан вообще шаршамайтым негізі. Қазір шашымды жинап алайыншы. Бұрында, например, мен Алматыдан, Шудан Алматыға барып ары қарай жұмысқа, оқуға барып жүре беретінмін. Қазір мына тұрған Таразға барып келемін да. Кәдімгідей шаршап, талып, ертеңіне вообще жұмыста еще талып отырам. Білмеймін. Шынымен бұл қартайғаннан ба неден екенін, но прям шынымен де жол шаршатты, жол ұрып тастады деген сөздерді прям түсіне бастадым десем болады. 25-ге келіп прям қартайып жатырмын. Отырғанда мынау арқам, жауырынның арасы, жамбасым бәрі жаман ауырып кетеді. Білмеймін неге екенін. Бұрында ондай болмайтын, шын айтамын. Мен білесіздер, всегда пойызда тальгоның отыратын сидячий тальгомен баратын, келетім. Ешқашанда жолдан шаршадым деген нәрсе менде болған емес. Вот еще самое интересное. Біз кеш шықтық қой, біз бағана 5:30, дала қар қатты жауып жатыр. Өйткені біз кіргенде қар жаумаған. Шықсақ далада прям снегопад. Мен сырты тайғанақ болып тұр, не үшін екенін соны сұртып жатырмын. Дала прям қар ужасно. Автовокзалға барамыз. Таксилер жаққа. Сосын барсақ, негізінде Шудан сіздерге қызықты история айтып берейін. Тараздан келатқандағы Тараз бенен Шудың арасы где-то 5.000-6.000 теңге. Таксисттің енді таксистке байланысты. Біреулер 5.000 алады, біреулер 6.000 алады. Короче, сонымен таксилер жаққа барсақ, таксилердің былай тұрады, мына жерде 4-5 такси тұр. Соларға жетпей мына жерде бір ата тұр. Енді аға емес, ол ата мен ойымша. Прям қатты ата емес, но такой нормальный. Жас емес. Сонымен оның машинасы андай ішінде 7 адам отыратын машиналар болады ғой. Үшеу алдында біреу. Сондай машина екен. Сонымен Шуға барасыңдар ма, қыздар деді. Біз 3 қызбыз. 3 келіншек деп айтайықшы, ладно. Қыз емес. Сонымен я дейміз, сонымен қанша теңге деп сұрасақ, 3,5 теңге дейді. Мен была в шоке, потому что, это слишком дешево. Потом я деп отырып алдық. И отырған кезінде, еще ода басқа адам жоқ бізден басқа, біз үшеуміз-ақ, и ол ата, все, сразу жолға шығамын дейді, андай, адам жинаймын, или сендер азақсыңдар, давайте 5.000 беріңдер деген нәрсе жоқ. Сонымен машинаға отырам, что-то не то деймін. Мен білесіздер, сіздер қандай нандай екенімді, мен даже мынандаймын. Неше түрлі детективді криминальный историялар тыңдап, көріп, неше түрлі true crime көріп тастағаннан мен сондай нандай болып қалғам кішкене. Любой нәрсеге мен любой адамнан прям маньякты көрем. Вот честно, бар ғой, не знаю, мен психопат маньякты көрем. Любой вот незнакомый адам мен үшін, для меня он такой вот. Это мен бұл true crime, криминальный история көп көргеннің кері жағы деп ойлаймын. Қасындағы 2 тәтеге бәрібір оларда да ондай ой келіп жатқан да жоқ. Мен айтам да, что-то не то. Давайте хотя бы бір адамды алайық деп айтайық деймін. Жоқ, нормально, несі бар деп айтады да. А маған это прям ужасно стрёмно болып тұр. И прям алаңдап отырдым мен. И кішкене қаладан шыққан кезінде біз магазинге тоқтауды сұрадық. Сол магазиннен шығып келе жатсақ, машинада тағы 2 еркек отыр. Клиент деп айтты. Сендерді күтіп тұрғанша мен клиент алып алдым деп. Блин, еще біреуін алдына отырсыз қойған, біреуін біздің артымызда отыр. Үлкен такой здоровый аға. И мен прям такой вообще қорқып кеттім, мәссаған. Сосын барып ойладым, блин, неужели это конец? Блин, как-то стрёмно. Шынымен мен сөйтіп ойладым. Сосын ойлап қоямын, шынымен де осымен болды ма? Бітті ма менің өмірімнің соңы осы ма деп білмеймін. Мен сияқты сондай странный кішкене нандай адамдар болсам, жазып қойыңыздар, или только мен сондаймын ба, нандаймын ба. Короче, ойлап отырмын, ойлап қоямын ғой. Мен просто так өлтіре салмайтын шығар. Наверное, бір рабствоға ма, құлдыққа ма алып кетіп баратқан шығар деп ойладым. Ойлап қоямын ғой, мә сондай жаққа кетіп баратқан кезінде адамдар осылай білмей қалады екен ғой, что мынау бостандықтағы соңғы моменттер екен деп, короче, қуып кеттім мен.
но маған прям нереально сложно болды спокойствиеда отқан, өйткені артымда ана кісі бүйтіп расслабиться етіп отқан жоқ та, прям такой вот бүйтіп отырды артқы сиденьеда. И ойлап отырмын, блин, не болады екен, еще ойлап қоймын, сумкамда қанша ақша бар еді деп, еще сумкамда ақша жоқ уже. Потом, блин, реально конец что ли деп. Сосын кішкене өткеннен кейін, сол тараздан кішкене шыққаннан кейін 1 сағаттық жерден бір ауылдан түсіп қалды. Үшеуі одновременно машинадан түседі да. Мен ойлап отырмын, не үшін деп жатыр, жолдан түсіп қалайын деп жатыр ма, туалетке түсті ма, не үшін түсті, короче. Қасында тәтелерге бәрібір оларды қорқытқым келген жоқ ондай ойларыммен. Оларға ештеңе айтқан жоқпын, өйткені мен түсіндім, что стрёмно только маған. Сонымен, короче, олар жолдан түсіп қалды. Сонымен дальше чуға қарай кеттік. И мен сол кезде ғана успокоилась и ұйықтадым. Оға дейін мен прям на нервах отырдым. Потом барып, Аллаға шүкір дедім да, ұйықтадым. Сонымен сондай история болды. Мен білем, что это менің бзиктерім, это мои тараканы в голове. И вот реально бұл true crime жаңағындай неше түрлі историялар тыңдағанның кері жағы, вот реально там біз мама екеуміз сондаймыз, кішкене мамада да сондай бар. Мен последнее время қатты сондан қорқам. Любой вот даже мен ер адамдар ғана деп нетпеймін, дискриминация істемеймін, танымайтын агрессивный әйел адамды көрсем де, еще анда только үлкен ер адамдар демеймін, какой-то школьниктар, подростктарды көрсем де, группасымен тұрғанын көрсем де, потому что менің көп историяларымда любой неожиданный адам, даже жаңағыда үлкен ата кісілер, которые вот уже шамасы жетпейді ау деп ойлағандардың да өздері, короче, семейный, не семейный уже менің тыңдаған историяларда ондай жаңағыдай қылмыскерлер бөлінбейді. Только такой вот бандит сияқты түр адам ғана жамандық жасайды деген сияқты жоқ. Менде вот барлығы, білмеймін. Мен қазір фильтровать етемін, мен стараюсь ондай историялар тыңдамауға, но пока плохо получается. Более такой, мама айтады, более веселый нәрсе көрсеші, күлетін нәрсе көр, махаббат туралы көр. Неге сен сондай көрмейсің, тыңдамайсың, оқымайсың деп. Мына кітабымды алдым, махаббат историясы деп. Но тут вообще такая какая-то трагическая история вообще. Я жаңа оқып кеткен соң кішкене отзыв айтатын боламын. Кстати, мына кремді көрдім, мына екеуі почти бірдей, но мынаның консистенциясы маған қазір айнаға қарап отырмын, ұнады. Мне кажется, мынаның жаңартылған түрі сияқты. Екеуі өйткені сериясы бірдей. Плюс мына менің бұрынғымда еще SPF бар. Сол үшін мен аны күндізгіге қоямын да, мынаны мен түндегіге қоямын. Мынау өйткені прям бетімнің қазіргі состояниесі маған өте қатты ұнап тұр. Ина сыворотка алдыңғы влогта сіздермен бірге мен тоже тексерген, не жасаған, өте қатты маған ұнады. Мен прям утрамды жағамын, қазір де түнде де жағам. И кожа сондай прям напитанная, прям андай бар ғой, сондай прям әдемі күшті болып тұрады. Твай көз тиіп кетпесін менің кожама. Но вот шынымен де прям жақсы. И жаңағы бетіңе, если надан кейін тон жақсаңыздар да, ол сондай прям әдемі жағылады. Короче, вот советую, если что, жаңа жылға біреуден подарок алсаңыздар да, мне кажется, Каспийда бар шығар, атын жазсаңыздар. Но менің ойымша новинка еще оларда, вот недавно шыққан. Если что, заказ берсеңіздер, көрсеңіздер болады. Если сіздерде прям такой сухой или сухойға склонный кожа болса, сіздерге болады. Так, нені ұмытып кетіппін. Бальзам для губ. И бүгінгі уходымды жасап, қазір сіздер ұйықтайды деп ойласаңыздар, мен ұйықтамаймын. Қазір ертеңге тамақ жасаймын. Тамақ бұны мен ертең только бір ғана прием пищи жасау қазір жасай аламын мен, өйткені продукты сол бір ғана прием пищиға тұр. Либо завтра, либо обед жасаймын қазір. Наверное, все-таки завтра жасаймын. Обедті ертең көреміз. Не боларын, Алла тағала мені немен тамақтандыратын, немен қоректендіретін ертең көреміз. И вот суларымды толтырамын, и тренировочный сумкамды жинап қойдым. Сонымен үй ұйқыға кетем. Қазір, кстати, сағат түнгі 2 уже.
кеше жасағаным осындай жұмыртқа, фета и не обедке бұйырды маған, завтрак емес. Все. Сіз түсіруге бола ма? Жоқ дейді, өкінішке орай. Все, давайте. Мен түрім не болып кетті. Мен тренировкадамын. Пока что только кардиом бітті. Дорожкадағы. И кеше бір күн жіберген өзінен бүгін прям тренировка қандай жаңа жұмысынан қайтатын кезінде өзімді просто ужасно қинап алып келдім. Вот честно бар, сүйреп уже курткамды киіп шығып кетіп баратып қайтан келдім. Прям өте тяжко болды, шын айтам. Еще оказывается тренировочный залда орташа адам болса, ол тоже мотивация екен, чем вообще адам аз болғаннан. Қазір что спорт залда адам өте аз, қыс болғаннан ба, қар болғаннан ба, қатты көп болған тоже не очень, но только вот орташа болса, оказывается тоже мотивация екен. Но все равно прям қатты қинап алып келдім, но қазір қуаныштымын. Давай бота жүр, үйде не істейсің, жатқаннан басқа жүр деп өзімді ужасно уговаривать еттім. Вот иногда приходится тоже уговаривать етуге. Ондай кездер болады, когда сен просто үйге барып, мен телефон қарап жатқым келді, әшейін дым істегім келмей. Ну вот, переосилила ма, қалай дұрыс өзімді жеңіп келдім тренировкаға. И қазір жаңағы кардиом бітті. Менде тренировкада всегда осындай кардиодан басталады, дорожкада, кардио деген. Дорожкада алдында көбісі сұрапты менің қандай неде жүресің деп. Нандай көтеріледі ғой, уклон дейма. Сондай менде 2-ге қоям. Уровень 2. Скоростімді мен денем қызғанша 5 скоростьпен жүрем. И где-то вот 1 километрдей жүргеннен кейін, бір 20 минуттан кейін ба, мен уже қазір жүгіре бастадым. Бұрында мен көп уақытқа денемді қыздыратым. Қазір жүгіретін кезінде 6:30, 6:08 бен вот жүгірем. И потом күшім бітіп баратқан кезде 7-ге, 7:02-ге қоям да, прям күшім біткенше тағы да қаттырақ жүгірем. И қайтан төменге түсіріп дыханиямды реттеймін. И вот осылай 40 минуттай где-то подкаст тыңдап 40 минуттай сөйтем. И одан кейін уже осындай неше түрлі басқа ютубтан қарап тренировкалар жасаймын. Бүгін менде осындай нелермен, гантельдермен, мынау кішкентай ғана не, 2,5, білмеймін, қатты көп те емес, қатты не де емес. Осыменен қолыма тренировка істеймін и аяғыма бүгін осындай придумалам. Ой, менің күшім бәрі бітті, достар. Залдан раздевалкаға дейін менің прям қалай жеткенімді көрсеңіздер, аяқтарым просто жұмыс істемей қалды. Мен негізінде вообще такой вот аяққа, именно вот аяққа арналған упражненияларды особо ұнатпаймын. Приседания, выпады дегенді. И осы мен істеген тренировкамды, мен тренировкаға бастаған кезімде істегім келген, бірақ мүлде менің күшім, төзімділігім жетпеген болатын. Вообще істей алмадым. Біріншісіне істедім де, мен әлі дайын емес екен дедім. Сонымен қойғанмын, мінекей 1 айдан кейін ба істедім и таң қалдым. Шынымен де менде получилось. Көбісі получилось. Мен көпке дейін шыдадым. Бұл менің төзімділігімнің, шыдамдылығымның өскенін, көбейгенін көрсетеді. Бірақ от істеген кезінде особо не чувствуется. Тренировканы бітіріп тұрып жүрейін десем, аяқтарым прям жүргізбей қалған екен. Әрең жеттім, прям жылағым келіп мына жаққа дейін. И мен еще қолыма істедім. И қолдарым тоже прям өте қатты талып тұр. Талып кетіп жатыр, телефонның өзі ауыр болып тұр. И мен ойымша 2,5 не маған ауыр сияқты слишком. Сол үшін мен іздеп көрем, сұрап көрем. Осы жақтан кішкентай 1 килограммдық па бутылка деппін ғой, жаңағындай нәрсені қолға ұстайтын. Уже миым да істемейді. Ешкім істемей қалды. И мен шынымен де шашым да, оказывается, кекілім де өте жақсы өскен екен. Қазір вообще не мешается кекілім. Бізде қар жауған білесіздер кеше, поэтому бүгін особо прямындай суық болып тұр екен. Сол үшін бүгін тренировканың барлығында немен болдым. Кофточкаменен осы жаққа тастап, шкафчигімді тастап кетіп жүргенін өте жақсы екен, ыңғайлы екен, керек кезде киетін. Мен қолдарым талып баратыр, қазір аяқтарым да талады. И все, үйге қарай дайындалайын. Бүгін прям кеш шықтым бүгін максимально. Қазір сағат 9, обычно мен 9-да уже
почти үй жақта болатынмын. Сол үшін шамам жеткенше тезірек киінейін. Миллион заттарымды алып шықтым. Қараңыздаршы, қандай красиво тут. Елочкалар. Но қардың суығы это капец просто. Мен уже өліп жатырмын жаурап. Мынандай аяқ киімді ауыстырып алдым еще бүгін. Еще мен лосинамен шыға салған. Өліп жатырмын жаурап. Ну, много красота, конечно же. Как я люблю все это. Так, достар, мен үйге келдім. Бүгін, оказывается, мен вообще күні бойы түсірген жоқ екенмін. Бүгін еще осындай образмен барғаным. Мына блузкамды қысқартқан болатын, ол мынандай ұзын болып тұрған, соны қысқарттым. Что вообще бүгін күні өте тез, непонятно өтіп кетті. И вот, қазір жұмыстан келдім. Бүгін тренировкаға барған жоқпын. Кешегі тренировка прям ужасно қиын жасаған сияқтым. Аяқтарым әлі, сан жақтарым просто әлі вообще дұрыс бас тартпайды. Ужасно больно маған. Қатты өзімді неткен сияқтымын. Қинаған сияқтымын кешеден. Сол бүгін құрсын мышцаларым демалсын дедім. Кеше түнгі сағат 2-де жаттым. Вообще демалып үлгермей жатыр. Сол бүгін мышцаларым денем бәрі демалсын деп ертерек келдім үйге демалуға. Тренировка жасаған жоқпын. Прям тренировкаға желанием болып тұр, но денем ауырып тұр. Вот, дене емес, аяғым ауырып тұр. Жүре алмайтын сияқтым бүгін мүлдем. Сол үшін бүгін дома. Так, достар, мен кітапты бітірдім. Қазір ғана ішіне бірақ қана закладка істедім. Мына жерде бір ертең, наверное, сторисқа салармын. Не закладка екенін. Жалпы кітап туралы айтатын болсақ, мына жағын стопқа қойып оқып алсаңыздар болады. Қызық болсам, мен түрім не очень болып тұрған білем. Мен тренировкаға бармаған күні мен түрім вообще не очень болады, білмеймін, маған ұнамайды. Жалпы кітап туралы если айтатын болсақ, особо мен кішкене түсінбедім ба, білмеймін. Кітаптың ішіндегі адамдардың бір-бірімен отношениясы, именно вот махаббат историясы, влюбленность, любовь, біртүрлі, вот честно бар ғой, ненормальная, вот страшная любовь. Я бы не хотела ондай любовьті, если честно, өзіме. Вот маған комментарийға да дайректке жазған болатын қыздар, оқыңыз күшті, или там жүрегіңіз ауыртады деген сияқты. Маған дайректке жазыңыздаршы ойларыңызды, не түсіндіңіздер. Маған всегда ұнайды кітап туралы, кітапты оқып болғаннан кейін оны обсуждать еткен. Мен кітапты оқып болғаннан кейін мамаға айтып беремін. Одан кейін уже если адам таппасам, жаңа Googleға жазам, отзывы, нелер, лицензияларына, кітапқа рецензиялар деп. И сол жақтағы адамдардың жазған ойларын оқып, осы жағына, осы туралы айтыпты ғой, мынандай екен ғой деген сияқты оққан жақсы көрем. Кітапты басқа жағынан көргендей боламын. Или там біреулердің басқаша бір хейт сияқты айтқан кезде негативный, келіспеймін да иногда. Сол үшін оққан қыздар, ұлдар маған жазыңыздар, мына кітап туралы сіздер ойларыңыз, не түсініңіздер, не ұқтыңыздар. Честно, двоякое ощущение болып тұр. Білмеймін. Но все равно тағдырдың қызықтылығы мені қызықтырды. Тағдырдан қаша алмайсың, айналып келсең де. Вот қазір енді барып библиотекамнан өзімнің бір кітап таңдап алам. Өзіме ана жол уәде бердім. Бір мынандай роман емес кітап оқимын деп, қазір соны, наверное, аламын. И, наверное, бүгіндікке ұйықтаймын. Бүгіндікке мен кітап оқып жатқанда осыншама құрт жеп тастадым. Тұзды нәрсе негізінде тәттіден гөрі тұзды нәрсе пайдасы азырақ, өйткені тұз ол организмдағы суды ұстап қалады. И ол отек береді, вес береді дегендей. Соны жедім, ну ладно енді. Сондай настроение болды бүгін. Все, мен қазір кітаптан да балайын. Бізде жұмыста жарыс. Басқа. Бізде жұмыста осы аптада бокстан жарыс болып жатыр. Бүгін уже марапаттау. Осындай барлығын дайындап қойдық.
Қазір уже марапаттаймыз. Так, үйге келе жатырмын мен, достар. Бүгін тоже тренировка жоқ. Алдыңғы тренировка просто ужасно ауыр болған сияқты маған. Аяқтарым әлі ауырып, как будто көгеріп тұрғанда ауырып тұр да. Саңдарым, аяқтарым ужасно тяжелый болған сияқты. Сол, енді келесі аптада болады тренировкам только. И мен бағана почтаға маған Теймудан заказым келген екен. Қазір соған анпакинг болады. Мен үйге келіп, мама кеше заказдар істеген, сонымен ыдыс жууға көмектесіп, кухняны жинастыруға көмектесіп, 2 сағатым соған кеттім. И қазір анпакинг жасайтын уақыт келді. Негізінде бірінші рет Теймуға осыншама ақша құрттым. Негізінде мен 19 мың, почти 20 мың теңгеге заказ жасаған болатын, бірақ мынаның сыртында общая сумма 17 мың деп тұр. Что-то мені қорқытайын деп тұр, мынау. Что-то страшновато. Қазір көреміз. Не знаю, что-то. И мен почти ұмытып қалдым, уже не заказ бергенімді. И еще закон подлости. Еще мен қазір сіздермен бірге мен эмоциямды көресіздер заттарға деген. Закон подлости, мен өмірімде бірінші Теймудан киім заказ берейін дегенмін. Қасымда қыздар алып мақтағаннан кейін мен вообще сенбейтінмін ондай киімге. Вообще мен интернеттен киім алғанға сенбеймін особо қатты. Мен всегда кітап заказ беремін, басқа нәрсе, но киім алған емеспін. И бірінші Теймудан берейін дедім, и жаңа жылға көйлек берейін деп ойлағанмын. Бірақ мен заказды 1 декабрь күні жасағанмын, и мен заказым келмей қалама деп мен қатты қорықтым. Өйткені ол жақта 28 аралығына дейін доставка болады деген. Мына заказым 10 күннің ішінде келді. 12 күн. Бүгін 12 декабрь, но мен 1 декабрь бергенмін. И еще ішінде қараңдаршы. Мына сен дауысы шығып жатыр. И үлгерді, прикиньте, если мен көйлекті заказ бергенде, бұл кемейтін еді. Вот 100% ол кемейтін еді. Еще мен қараңдар қандай үлкен қайшымен ашып жатырмын. Қазір көреміз қалай болатынын. Еще мен сол үшін басқа 2 киім заказ бердім. Қазір көреміз, размері мен угадала или нет. Қазір киімді потом ашайын. Давайте так на жақтан бірінші шыққан нәрселерден бастайық. Ол бірінші осындай чехол. Мына чехолды мен кімге заказ бергем? Жұмыста бір тәтеге. Сол үшін ашпай ақ қояйын. 13 мини, iPhone 13 миниға заказ берген. Осындай гүлдерменен. Сол үшін сол кісіге алып барам. Заказ беріп берші деген. Соған заказ бердім. Бұны алып тастайын. Қараңыздардан да кішкентай. Мен ана ерасыл інімен заказ бергем. Ол человектен просто фанатеет. И человек-паук, этот цепочка. Сол үшін бұны ташпаймын, өзіне беремін үйіне барғанда. И осындай пакетиктер заказ бердім новогодний. Кажется, осындай жасыл и қызыл. Ішінде 5 штук па, сондай болатын. Ол керек. Если что, мен жақтардың бір жеріне бағаларын жазып отырам. Осындай. Подарка берсем біреуге, стоп ішіне сатып бергенге. Мен ойымша өте әдемі. Потом, на чехол уже маған. Чехолдарын қараңдар, күшті пакетикқа салады екен. Қараңыздар. No risk, no story дейді. Риск болмаса, история болмайды дейді. Қызық да, өзімнің айфоныма заказ бердім. Мен өмше өте әдемі. Мынау қазіргі тұрған спанж боп, уже кір боп кетті. Сол үшін ауыстырамыз қазір. Прям ұнап тұрмаған айфон. Ой, чехол күшті прям. Просто и красиво. Так, келесі. Майда шүйде. Такой брелочек. Қазір. Вау, прикольно. Но сумкаға брелок, мынандай итпен. Қараңыздар. Прикольно. Бірақ қалай тағады, мынандай әшейін. Неме істеген, брелок деп жазып тұрған, ондай несі жоқ екен, білетіні. Постараюсь алғанға. И новый сумочка алу керек енді осын ілу үшін. Күшті, пока что ұнап тұр. Мен уже бағаларында ұмытып қалдым. Тағы бір чехол. Иә, мен андаймын чехолдарға келгенде. Қараңыздар. Ашқым кеп тұр. Чехолдар несі күшті екен. Ой, жыртып тастадым. Күшті екен деп тұрын, жыртып тастадым. Вау, қараңыздар. Мынау прикол. Или мынаны тағайын ба? Или уже мынаны тағайын ба? Уже ойланып қалдым ғой. Қараңыздар, қандай күшті.
качествосы да вроде бір жақсы, қараңыздар. Вообще кайф. Мынандай чохолдар меніңше Қазақстанда чуда даже біздің капец қымбат тұратын еді, қараңыздар. Красота, я счастлива. Анау не? Это заколки. Короче, мен кекілімді кескелі мынандай мини крабиктарға прям ғашықтығым оянып жүр. Еще тему бәрін сондай жақсы упаковать ететін. Қараңыздар, мынандай 4 штук. Қазір көрсетем. 4 штук заколка. Качествосы кішкене не очень екен. Онеки. Дұрыс түсіндірдім ба, короче. Ой, короче, осылай. Вау, не очень ұстайды екен, көріңіздер ма, түс қалды даже. Ну, бұл мен прям ұстайды деп ойламадым, но даже вообще прям да ұстамайтын сияқты ғой. Короче, не очень ски сияқты шашымды одан sonra құрып тастады. Ну, короче, былай әдемі, фотоға кажется только. Но былай білмеймін. Қазір, короче, мынау кішкене не очень екен. Қойып қояйық. Келесі тағы чехол. Уже чехолдан қойып кеттім де, мына мамаға мен осындай заказ беріп едім мамаға. Короче, iPhone, да, 11 сары ғой мамада iPhone. Соған онеки. Кішкене мынандай не, кедір-бүдір. 3D сияқты, как будто лимондармен. Ну, мамаға сарыға әдемі болады сияқты. Қазір киген соң көрсетем. Тоже мен ойымша өте әдемі. Так, чехолдар, күшті чехол заказ берсе, қорықпай смело заказ беруге болады. Қазір келесі пайдалы зат, наконец-то. Ол осындай нәрсе. Но мамаға заказ берді. Мына жерге, короче, жұмыртқаны сарысын отделить ету үшін. Желток от белка. Короче, түсініңіздер ма? Өте пайдалы нәрсе сияқты. Енді на деле қалай болатынын көреміз. Барлығы майда шүйде, қазір аз қалды майда шүйде бітуге. Қараңыздар. Мынау тоже күшті нәрсе. Пайдалы нәрсе. Қазір түсіндірем, пайдалы болғанда. Короче, бұл осындай қанша штук мына 2 цвет, кажется, да, 12 штук 6-6-дан. Мынау новогодний стол жасағанда жыртып атқан жоқпын ба мен мынаны. Кішкене очень тонкий екен. Короче, мына жаққа вилка, қасық сап қойып, былай дастарханда тұрады. Столды украшать еткенге күшті да, мен ойымша өте әдемі. Жаңа жылдық блогтан көресіздер, как я украсила, қалай болатын. Мен ойымша өте әдемі сияқты, тоже күшті. Но кішкене жоқа, но прям капец красиво. Мынандай нәрсе маған ұнады. Так, келесі. Бұл бізде миллион кітапқа. Миллион, қанша штук екенін ұмытып қалдым, но дофига штук. Короче, еще әртүрлі закладкалар. Қараңыздар, вау! Мына қараңыздар, біреуде қайталанбайды еще. Кітап оқу, тағы да кітап оқуға миллион причина. Біреуде қайталанбайды еще мынаның. Капец, красиво. Закладка ғой, кітаптың ортасына салып қоятын. Блин, капец, қараңыздар. Если что, мен конкурс жасасам, кітап сыйлап, сіздерге обязательно осындай бір закладка беретін болам арасына. Бірнешеу уговорили деп па. Красота ғой мынау, достар. Қараңыздар. Қараңыздар. Как можно мені бақытты етуге просто? Қараңыздар. Красота. Еще мынау вообще арзан тұрды дейсіздер. Әртүрлі, блин. Но мен самым лучшим покупкам кажется, қараңыздар. Все, новый кітаптар керек. Так, келесі бізде. Айттым ғой, мен шалқамды кескелі. Мындай майда шүйде. Мына жерде тоже қанша... Сынып жатыр ма мынау?
неше мынандай заколкаларға мына жерде ұмытып қалдым қанша штук ғашық бола бастадым деп. Мынандай заколка кішкентай тоже. Мына жақта көп штук содан әртүрлі цветтерінен әдемі. Осы екен ғой бағана шықырлап жатқан. Мынандай немене ромашечка сияқтылары да бар. Мынаның качествосы более жақсырақ екен. Вау, әдемі екен. Қазір жақынырақ көрсетем. Расцветкалар өте әдемі екен алардың. Красиво, чем бағана қарағанда өте әдемі мыналар. Так, қазір келесі майда заттарды бітіріп алайық. Мынау. Мынаны таппайсыздар не екенін. Короче, мынау мынандай нәрсе. Короче, менің простыням набіреу неде төсектен всегда шығып кете береді. Сол простыняны мынандаймен төсекке қыстырып қойсаң, простынян шықпайды дейді. Көреміз, насколько это рабочий метод екенін. Мұны қаншама штук ұмытып қалдым, көп штук. Істеп көрем, потом сіздерге айтам. Мен ұйықтағанда андай бір қалыпта жататын адам емеспін. Мен неше түрлі айнала берем. Поэтому менде всегда сондай проблема. Мынау не? Майда шүйделерін беріп. Короче, мынау тоже пайдалы нәрсе, но майда болса да, короче, замогы сынып қалған нәрсе болса, мынау сол замок болады. Қараңыздар. Даже 4 түрлі цвет, короче. Прикольно. Тоже полезно айтыңыздаршы. И айттым, упаковкасы күшті. Қараңыздар, кішкентай мындай упаковка етіп қойған. Упаковкалары ұнап жатыр. Вау, енді үлкенірек зат. Ол осындай. Короче, мында басқа киетін нәрсе. Көрсетем. Качествосы жақсы. Полная синтетика келема деймін. Мен қазір кие аламын ба мен? Давайте попробуем. Киюге. Мен очки киіп тұрған жоқпын, түрім қандай болып жатқан білмеймін. Мә саған. Достарының қараңыздар. Или менің басыма кішкентай слишком. Мен даже очкисіз түрім ужас екенін көріп тұрмын ана жақтан. Вроде матасы өте жақсы, приятно. Прям мен ақ емес, молочный цвет алған сияқты едім. Мына жағы да довольно такой вот мойын жағы да үлкен. Не, бет жағы слишком, мен бетімді қысып атқан сияқты. Нетілмей ма, созылмай ма? Бұл вроде размер таңдалмайды, медийный размер. Или менің басымдай ма? Не знаю. Или может созылады со временем. Өйткені мынау кішкене созылатын не жіптер да. Короче, білмеймін. Әлі киім қараған жоқпын, уже настроением түсіп жатыр. Короче, мынау әлі білмеймін айта. Но материал өте жақсы. Мен барлығының ссылкасын қалдырып кетемін комментарийға, сол үшін сол жақтан кіріп ұнаған затсызды заказ берсеңіздер болады. Чехолдарын бәрін смело берсеңіздер болады. Так, келесі тоже киім. Так, тоже өте әдеміге упаковали. Разочарование бола ма или күшті бола ма? Кстати, размер тапқан өте қиын болды. Қытайша бір жазулар мынаяқта, біреу-біреуге записка жасаған ба, не знаю. Иіс жоқ. Китайский иіс жоқ. Мынандай водолазка, мне кажется, маған размері тура келеді ма? Тура келетін сияқты. Обычный базовый водолазка сияқты. Не заказ берген кофта. Но водолазка сияқты болмау керек негізі. Ол қатты прям ойын жаппайды. Короче, бұлай болу керек. Қазір киіп көрем сразу. Өйткені киіп көргім келіп тұр. И келесі ол бізде үлкенірек нәрсе. Бұл бізде. Надеюсь, нормально болады. Самый қымбаты осы болды ішінде. Надо кішкене такой иіс бар. Ну, прям емес, но иіс бар. Китайоза емес, прям. Но качествосы прям жақсы. Хороший твит. Еще, ну, короче, сарафан на жақта суреті тұрады, если что. Качествосы хороший. Ой, ё-моё.
подклады бар екен еще, только тонкий материал емес. Самый главный қазір размерін көреміз. Кішкентай болып қала ма деп қорқып тұрмын, өйткені вот реально мен сияқты қыздар түсінеді, заказ берген қиын, қорқынышты точнее. Но качествосы Пиндодо, Тему деп айтпайсың. Еще мен наны өзімше, мен наны заказала 9000 теңгеге, қазір бағасы білмеймін қандай екенін. Потом бір қыз келіп маған, давай мен оны Пиндододан көремін деді да маған. Пиндодоға салсақ, ол жақта 1900 теңге болып тұр. Мен заказ берген сарафан тура осы. Мен настроением ужасно түсті. Енді қазір киіп көргім кеп тұр барлығын. Сосын екеуін мен бірге кием деп заказ бергем. Қазір киіп көрейін. Давайте бірінші жақынан бәрін көрсетіп алайын сіздерге. Мұт кетпей тұрғанда мына осындай брелок. Жақынан, чтоб түсінікті болатындай чехол. Номер 1, номер 2. Екеуі маған деген бағанағы. И мынау мамаға заказ бергенім. Көрдіңіздер ма? Налар кішкене прям плотный пластик, налар кішкене мягкилау. Мынау жаңағы сарыдан жұмыртқаның жылтығы мен белогын бөлетін мынау цепочка, тоже жақсы. Мыналар ғой жаңағы көрсеткенім. Мынау не очень качественный екен, но әдемі. Мыналар жаңағы әртүрлі, но мыналар качествосы жақсы. И дизайн тоже хороший, қараңыздар. Прям необычный барлығы, неше түрлі. Прям кайф екен. Можете заказать қорықпай. Барлығын ссылкалар астыда болады. И мынау менің самый бағаннан бері қуанып атқан нәрсем. Қараңыздар, просто қаншама әртүрлі закладкалар. Мынау прям тема ғой, достар. Қараңыздаршы. Прям мен вообще орындалған арманым ғой. Капец, красиво. Күшті, я. Короче, вот осылар. Тоже можете заказать. Кітап сүйер қауым. Мынау жаңағы, неде простыняны қоятын. Мынау жаңағы фетрдан жасалынған. Айтқаным, нағамын вилка менен бүйтіп қасықты қойып қояды. Тоже хороший. Мынау жаңағы нелер, замоктар. Мынау пакетиктер тоже хороший пакетиктер. Мынау жаңағы iPhone 13 миниға заказ берген. И мынау жаңағы не. Тоже айттым, жақсы качествосы. Көреміз енді. Если маған келмесе, басы кішілеу біреуге берем. Так, достар, міне мен уже кидім, и мен уже осыны көріп тұрған жарсар, что барлығы нормально болды. Прям, мен не знаю, мен өте қатты қуаныштымын. Мен бұнды бірінші киім заказ беріп тұрмын. И бірінші китайский сайттан заказ беріп тұрмын. И мен прям приятно удивлена. Мынау, например, қараңыздар, материал тоже нормальный, хороший. Мен просто қатты водолазка жақсы көрмеймін да, и мынау мен прям мойнымды қатты қыспаса да, прям неприятно, да. Просто нужно мынандай кішкене заказ беруге келесіде. И мен бағаларын уже шын ұмытып қалдым, мынаның ғана бағасын білем. 9.000 екенін, мыналардың бәрін бағана жазып қоям дедім, жазып қоюым керекпін ұмытпасам. И мынау сарафаным. И мен білмеймін, менде бір кезде сол осынан заказ беретін кезінде прям захотела қысқа киімдерді, қысқа көйлектерді. И осында мен прям көп қысқа көйлектерді заказ беремін деп жинап қойғанмын. Сонымен пока что біреуін, бір сарафан заказ беріп, маған қалай тұратынын көрейін. Если нормально болатын болса, тағы да қысқа жаңа көйлектер заказ беремін деп ойлағанмын. И мынау мен ойымша қараңдар, мына нормально ма, қысқа ма, маған или қалай тұр. Мен ойымша, құлайын деп отырмын, өте дәу қылайыншы, өте әдемі тұрған сияқты. Қараңдар, менде ұзын етік бар, мен хочу сол ұзын етікпен киген кием. Кәдімгі обычный тойға бір жаққа емес, корпоратив емес, просто кәдімгі обычный күнге, жұмысқа деген сияқты. Но твит енді прям такой качественный твит емес, но хороший. Кәдімгі магазиндердегі твит. Бір-екі жерінде, көрдіңіздер ме, мына жақтарында бір, мына жағында жіптер сияқты шығып тұр, но оның барлығы жөндеуге болады. И мен ойлап тұрмын, мынауын былай кішкене мына жағынан бүйтіп кішкене қысқарт кессем ба, кішірейтсем ба деп.
өйткені сәл-пәл дәу сияқты. Мына көрдіңіздер ме мына жағына. Ну, не знаю, или қалдыра берейін ба? Мама қалдыра бер дейді. Ну, не знаю, короче, көреміз. Но мен приятно удивлена, қуаныштымын. Мынаны еще можно мынаның ақ цветімен киюге на сарафанды, мынаны бөлек обычный джинсымен кие берсе болады. И мен еще мынау прям қатты денеге жабысып тұрмайды, такой свободный тұратын водолазка. Прям ұнады маған өте қатты. Мынау ғана не очень болып тұр қазір пока что. Қалғандарым барлығы менің көңілімнен шықты. Сол үшін қыздар, если что, смело заказ бере берсеңіздер болады.